Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге майға емес духовкада піскен печенье бауырсақтың рецебімен бөлсемін. Өте жеңіл әрі көп дәмді болып шығады. Енді печенье пісіруді бастайық. Ең алдымен бір жұмыртқаға қантты салып, қант ерігенше бір келкі масса болғанша араластырып шығамыз. Осының үстіне сүт пен сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Барлық заттар бір келкі болып араласқаннан кейін, енді осының үстіне алдын ала елеуіштен өткен ұнды саламыз. 1 шай қасық разрыхлитель және де 30 грамм крахмалды қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Ұнды бірден салмай шет-шетінен аз-аздан сала отырып, қоюланғаннан кейін қолымызбен жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Осындай өте жұмсақ әрі нәзік болып шығатын қамыр шығады, қолға жабыспайды. Иленген қамырды тындыру үшін бетін жауып 5-10 минутқа қойып, келесі кезекте қолымызбен оны екіге бөліп аламыз. Есіп дайындап алған қамырларды ши бауырсақ тәрізді кесеміз. Достар, менің каналымда осындай жеңіл рецептермен жасалатын көптеген қарапайым рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз.